Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге іңкәр. Бүгін сіздермен алғаш рет жасағаннан мінсіз болып шығатын сметанник пирогының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен тестамызды жасау үшін құрғақ ыдысымызға 280 грамм ұн, 50 грамм сахарный пудра және де 1 чайный ложка разрыхлитель салып араластырып аламыз. Дайын болған ұнымызға майдалап туралған майымызды салып, қолымызбен үгітілмелі теста жасап аламыз, яғни песочный тестамызды жасап аламыз. Қыздар, пирогтың основасына 60% май қолдануларыңызды ұсынамын. 72-82% май қолдануды ұсынбаймын, өйткені тестаңыз піскен кезінде сынғыш болып келеді. Видеода көрсетілгенде осылай қолдарыңызбен жасасаңыздар, песочный тесталарыңыз дайын болады. Осылай крошке болып, дайын болған қамырымызға бір жұмыртқаның сарыуызы және де 50 грамм сметанамызды қосамыз. Осы қосылған ингредиенттердің бәрін қолымызбен біріктіріп, араластырып, жұп-жұмсақ етіп қамыр дайындаймыз. Қыздар, қамырларыңыз барлығы бірігіп, жұп-жұмсақ болып шығуы қажет. Егерде қамырыңыз бірікпей жатса, кішкене ғана ұн салсаңыз болады, бірақ көп салмаңыз. Дайын болған қамырымызды целлофанға немесе пищевой пленкаға қаптап 20-30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Тоңазытқышта 30 минут тұрып дайын болған қамырымызды алып, қалпымызға жақсылап орналастырып аламыз. Барлығын біркелкі етіп жайып, жан-жағын бортиктарының бәрін әдемілеп қолымызбен дайындап аламыз. Және де дайын болған қамырымыздың үстін вилкамен осылай басып шықсаңыздар болады. Пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Бұл пирогтың ең басты ингредиенті сметана болғандықтан 500 грамм сметанамызды саламыз. Магазиннен алынған кез келген 15-20% сметана қолдансаңыздар болады. 120 грамм қант және де 2 жұмыртқа қосамыз. 10 грамм кукурузный крахмал, 1 чайный ложка ванилин саламыз. Ванилинді қоспасаңыздар да болады, ол тек дәм беріп тұру үшін қолданылады. Салмамызды жақсылап араластырамыз. Бұл жерде салмамызды миксермен араластыруға болмайды, қыздар. Тек қана венчикпен немесе вилкамен араластырып алсаңыздар болды. Салмамызды осылай әдемі біркелкі болғанша араластырып аламыз. Және де жаңа дайындап қойған тестамызға барлығын құйып шығамыз. Біркелкі етіп құйып шығамыз. Барлығын құйып дайындап алғаннан соң, тестамыздың шеттерін, яғни бортиктарын қасықпен немесе қолдарыңызбен осылай біркелкі әдемі етіп бастырып шықсаңыздар болады. Дайын болған пирогымызды 180 градус алдын ала қызып тұрған пеште 35-45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей, толықтай дайын болған пирогымыздың беті осылай сарғылт түсті болып келеді. Пирогты противеннен толықтай суығанда ғана босатасыздар. Толықтай суыған, яғни бөлме температурасында 2 сағат тұрған пирогымызды сәндесеңіздер де болады, немесе осылай ұсына берсеңіздер де болады. Өте әдемі, өте дәмді болып шығады. Осылай дайын болған пирогымызды бөлме температурасында кемінде 2 сағат салқындатып барып кесулеріңізді ұсынамын. Егерде ала салып кескен жағдайда сіздердің салмаларыңыздың ортасы бөлініп қалуы мүмкін. Қыздар, осы мен айтқан рецептпен, мен айтқан техникамен жасасаңыздар өте дәмді және бір жасағаннан-ақ нәтиже шығады. Келген қонақтарыңыздың барлығы риза болып қалады. Қыздар, менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Әрдайым осындай жақсы рецепттер шығып тұрады.